Бүгін алысқа хатшы беріп, жақынға атшы беріп, ас адалдықтың жиын береке мен белдігі белгісі дейтін болсақ, мінекей өрелі сөзден ой түйіп, өнегеліске зейін қойған, ұлдары жауға есе бермеген, қыздарының соңынан өсе көрмеген, шіркін әулеттің ынтымақ бірлігін сақтай білген бабасы бар, алтын құрсақ, ақжаулығын арындай қадірлеген аяулы анасы бар, шіркін текті ұрпақ осы бір жылдағы үрдіс бойынша жақсы бір жиынның басында отырмыз ағайын. Қадірлі игі жақсылар, ағайын туыс бауырлар, кешегі төле бабамыздың сөзі дәл осы жиынның төрінде бүгін нақ бір тілге тиек етілетіндей болып тұр. Іздеп келер інің болса, бағыңның барын содан біл, аңсап келер ағаң болса, әруағыңның барын содан біл деген. Мінекей бүгін ағаны ардақтап, іні ізет қылып, бір жиынның басында бас қосып отырмыз. Ендеше осы Жаныс бабамыздың басында қасиетті батамен, қасиетті Құранмен бастап алғанды жөн көріп отырмыз. Себебі баталы болса, қарт қадірлі, баянды болса, бақ қадірлі деген екен. Басымыздағы бағымыз баянды болсын деп, елдің тыныштық ынтымағы бірлігі мәңгілік жарасын деп, ұрпақтарына мәңгілік ғұмыр берсін деп, қазыналы қарияларымыздан бата сұрап, қасиетті Құранмен бастап алайық. Алхамдулилля, аумин. Қаштан атамыздан бата сұраймыз. Аумин деп қолың жай, бір пата берейін, бергенде пата дейін. Әуелі Құдай оңласын, Өтебай, Теле, Елубай баба мәруа қолдасын, марыңменен басыңа ешжамандық болмасын, берекелі бақ қонып, бірдей өсіп албасын, неспен артып күн сайын, өзегі ешбір талмасын, жаратқан ием жар болып, пендеге күнің самасын, жаратушы құдірет, қаулы қабілет, қайырлы ғұмыр кешуді ұрпақтарға нәсіп ет, қосылған екі жастарды төлеуге меншімектей, бір-біріне қашық ет, қайын бере қырқнишер, назарыңды салып ет, тар жол тайғақ кешуде жәрдемдесіп алып ет, бақыт, дәулет, перзентке еш болмасын қасірет, ықыласпен тілек тілеген, тілекті алда қабілет. Амин. Қасиетті Құран